Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен осындай қытырлап шығатын слоеный тестодан, яғни қаттамаға ұқсайтын пәтірнан дайындайтын боламыз. Кейбір жерлерде қаттама деп айтуы мүмкін, бірақ бұл пешке пісірілетін болғандықтан пәтірнан деп айтылады бір жақта. Қаттама табаға пісірілетін болғандықтан қаттама деп айтылады. Енді жылы суымызға кішкене тұзбен азғантай ғана дрожжымызды салып, үстінен ұн салып, жақсылап қамыр болғанша илейтін боламыз. Дрожжды көбірек салып жібермеңіздер, бұл қамыр ашымайды. Жай ғана тамақтың қамырын илеген секілді дәміне қарай тұз қосып, сәл ғана шай қасықтың ұшымен ғана дрожж қосасыздар, кішкене қамырымыз көтерілу үшін. Енді осындай қамырды илегеннен кейін демалдырып қоямыз да екіге бөліп аламыз. Осылай екіге бөлсеңіздер жаюы өте ыңғайлы болады. Енді қамырымызды ұнның көмегімен бірінші кішкене жұқартып алып, одан кейін оқтаудың көмегімен жаятын боламыз. Инста парақшамда қамыр жайғанымды көрген оқырмандарымның барлығы сен қамырды күшті жаясың, өте жұқа жаясың деп айтушы еді. Енді міне сіздерге видеоны соңына дейін қарасаңыздар, тек қана күш салмай, екі шетін ғана басып отырдым. Видеоны толық көрсеңіздер түсінесіздер. Яғни видеоны соңына дейін мұқият қараңыздар. Осылай қамырымыз үлкейіп жатыр, жұп-жұқа етіп, кәдімгі нан салманың немесе бешбармақтың қамыры сияқты үлкен етіп, жұқа етіп жайып алатын боламыз. Қараңыздар, уже қамырымыз үлкейіп жатыр. Ұнды көп себе берудің қажеті жоқ. Бұл қамыр жабыспайды. Одан кейін қамырымыз үлкейе бастаған кезде ұнды көп сеппеуге тырысыңыздар, май жағатын болғандықтан ұн болмағаны дұрыс. Міне ерітілген сары майымызды шетінен бастап жағып шығамыз. Кез келген сары май немесе пісте майды тоқ маймен араластырып жақсаңыздар да болады, бірақ мен шытыра элитаның жалғыз өзін ерітіп жақтым. Қамырым сондықтан да слоеный, кәдімгідей қытырлақ болып шықты. Енді осылай шетінен бастап орап шығатын боламыз. Қамырымызды түгел орап, сіздер жартысына әкеліп орап, жартысын кесіп, тағы да орап солай жасасаңыздар да болады, бірақ менікіндей етіп жасасаңыздар, яғни бір зуаланы осылай толық орап пісіретін болсаңыздар, өте үлкен әрі қатпарлы қамыр болып шығатын болады. Пештің үлкен листіне пісіріп алдым. Қызып тұрған пеште 200 немесе 250 градуста пісіріп аламыз. Қараңызда осылай қып-қызыл болып пісіп шығады. Егер сіздерге рецепт ұнаса, менің YouTube каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басып қойды ұмытпаңыздар. Қараңыздаршы, міндетті түрде дайындап көріңіздер, қалай слоеный болып шыққанын. Даусының өзі сіздерге әдейі түсірдім, қытырлап тұрғанын естісін деп. Менің апам үнемі осылай пәтірнанды пісіріп қояды. Мен барған кезде сондықтан да апаның рецепті бойынша сұрап алып жасадым. Ешқандай да қиындығы жоқ. Небәрі видеодағыдай етіп менің рецептім бойынша жасасаңыздар, дәл осылай шығады. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Ас болсын.